Ассалаумағалейкум, ой түрткінің көрермендері, армысыздар, барлықтарыңызға түн тыныштығын сыйлағай. Міне сағат тілі 18 қаңтардан 19 қаңтарға қарай аунап барады. Ирандағы өткен жылдың соңында басталған толқулар 17 қаңтарда сәл саябыр тапқандай көрінді. Дегенмен толқулар кезінде нақты қанша адамның өліп, қанша адамның ұсталғаны әлі анық емес. 18 қаңтар күні Рейтер агенттігі Иран билігі толқулар кезінде 5000-ға жуық адамның қаза тапқанын мойындады. Олардың ішінде 500-ге жуығы күштік құрылымның қызметкерлері деген ақпаратты таратса, ақш-тың тағы бір құқық қорғау ұйымы Ирандағы толқулар кезінде 3308 адам қаза тапты, 4382 адамның дерегі нақтылауды қажет етеді, ал толқулар кезінде 24 000 адам тұтқындалды деп хабарлады. Норвегияда орналасқан Human Rights Organization ұйымы наразылықтан кемі 3428 адам қаза тауып, 18 000-нан аса адам жараланды деген деректі алға тартады. Ал ақш-тағы кейбір басылымдар шеру кезінде 3000 адам қаза болды, оның 2800-і наразылыққа шығушылар, 22 000-нан астам адам ұсталды деген деректі дәйектеп отыр. Жалпы мұның шын өтірігін дәл қазір дәп басып анықтау қиын. Иранда байланыс толықтай шектелген. Сондықтан Ирандағы жағдайдан толық ақпарат алу, қаза тапқандардың нақты санын анықтау өте қиын. Дегенмен көтерілісте мерт болғандардың саны бұдан әлдеқайда көп болуы мүмкін деген болжамда айтылып жатыр. Сонымен қатар соңғы кездері Иран билігі елдегі болған жағдайдың шынайы ахуалы шетелге шығып кетпес үшін барлық ақпаратты әлеуметтік желіден өшіріп, бүкіл ақпараттың шетелге шығып кетпеуінің алдын алып жатыр деген ақпаратта айтылады. Алдағы уақытта Иран билігі елді өзінің ашса алақанында, жұмса жұдырығында ұстап отыру үшін Иранды халықаралық әлеуметтік желіден ажыратып тастауды да жоспарлап отырған көрінеді. Яғни ел ішінде қатаң бақылаудағы интернет желісін ғана ашып, Ирандағы кез келген азаматтардың шетелдегі кез келген әлеуметтік желіге қосылуына шектеу қоятын түрі бар. Әрине, мұндай тәсіл қазір Иранмен одақтас болып отырған Қытайда қолданылғанына ұзақ уақыт болды. Яғни Қытайда кез келген азамат өзінің қалаған халықаралық әлеуметтік желісіне қосыла алмайды. Яғни Қытайдың кез келген тұрғыны YouTube, Instagram, Facebook сияқты ірі әлеуметтік желіге шығу мүлде шектелген. Ал өзінің күштік құрылымдарының және бақылау органдарының адамдары емен-еркін халықаралық әлеуметтік желіні кезіп жүреді. Бұл да Қытайдың бір жымысқы саясатының әдісі болатын. Енді міне осыны Иранда көшіріп қолданбақ. Бұл өз кезегінде елдің ішінде не болып жатқанын, халықтың шетелге шығарып жіберуінің алдын алатын тамаша шектеу болып келген. Міне Иран осы тәсілдерді қолдана отырып, 30 қанша жылдан бері Иранды ашса алақанында, жұмса жұдырығында ұстап келген Хаминейдің билігін әлі де жалғастыруды көздеп отыр. Дегенмен 17 қаңтар күні Дональд Трамп тағы да мәлімдеме жасап, Иранға жаңа басшыларды іздейтін уақыт келді деп мәлімдеді. Сонымен қатар Трамп кейінгі 37 жылда Ирандағы билікті уысында ұстаған Иранның рухани көсемі Аятолла Хаминейді ашық сынады. Ел басшысы ретінде Хаминейдің кінәсі елді күйретіп, бұрын соңды болмаған дәрежеде күш қолданды. Ел іргесі бүтін болу үшін, тіпті төмен дәрежеде болса да, басшылық елді дұрыс басқару керек. Билікті сақтап қалу үшін мыңдаған адамды өлтірмеуі керек еді деп мәлімдеді. Жалпы жоғарыда айтып өткеніміздей, Ирандағы наразылық өткен жылдың 28 желтоқсан айында басталған болатын. Әлеуметтік мәселелерге байланысты, атап айтқанда бағаның күрт өсуіне қатысты халық көшеге шықты. Содан бері міне жарты айдан артық уақытқа жалғасты. Сарапшылардың көбі бұл ретке наразылықты 1979 жылғы көтерілістен кейінгі Ирандағы ең ауқымды наразылық шеруі деп бағалап отыр.
Жалпы Иран халқы жаппай көшеге шығып ереуілдетіп жатқан кезде Трамп бастаған батыс жетекшілері Иран билігін наразылықты күшпен басып жаншығаны үшін сынады. Еуроодақ, Біріккен ұлттар ұйымы және басқа да халықаралық құқық қорғау ұйымдары Иран үкіметін айыптай сөйлеп, санкция саламыз деп сесте көрсеткен болатын. Бастапқыда Трамп Иран билігі наразыларды өлтіретін болса, ақш әрекет етуге дайын деп мәлімдеді. Ізінше ақш президенті Иран наразыларды дарығасса қатаң шара қолданатынын айтып сес көрсеткен болатын. Сонымен қатар ақштың таяу шығыстағы әскерлері де белсенділік таныта бастаған еді. Дегенмен 16 қаңтарда Дональд Трамп әлеуметтік желіде Иран басшылығына алғыс айтып, Иран билігі кеше орындалуы тиіс болған шамамен 800 адамды дарыға асуды шегергенін құрметтеймін, рахмет деп жазды. Бірақ ертесі күні, яғни 17 қаңтарда Хамейни ақшты Ирандағы наразылықты ушықтырды деп айыптап, ондағы адам өліміне Трампты кінәлаған болатын. ақш Иранда дәл осы толқулар күшейген сәтте Иранға соққы беруі мүмкін деген болжамда жасалған болатын. Тіпті 80 сағат ішінде, 48 сағат ішінде, 24 сағат ішінде Иранға соққы беруі мүмкін деген болжамдарда айтылған. Өйткені ақш таяу шығыстағы әскери базаларына өзінің жойғыш ұшақтарын топтастырып, Израильмен қатар әрекет ететін сыңай байқатқан болатын. Дегенмен соңғы күндері Иран билігі мен ақш арасында жасырын үлкен келіссөз өткен тәрізді. Яғни бұл рет ақш Иранға соққы берген жоқ. Әрине, ақштың Иранға соққы бермей тоқтап қалуындағы тағы бір себеп Сауд Арабиясы, Қатар бастаған бірқанша мемлекет ақшпен келіссөз өткізіп, егер ақш Иранға соққы беретін болса, бұның таяу шығыстағы салдары өте ауыр болады деген уәжді көлденең тартып, ақшты Иранға соққы жасамауға көндірген деген ақпаратта айтылып жатыр. Өйткені Иран билігі егер ақш Иранға соқтығатын болса, онда біз ақштың таяу шығыстағы одақтастарына және ақштың маңызды нысандарына соққы жасаймыз деп ескерту жасаған еді. Бірақ соған қарамастан ақш әлі де таяу шығыстағы әскери белсенділігін доғарған жоқ. Атап айтқанда, жойғыш ұшақтарын әлі де Иранға жақын өңірдегі әскери базаларына топтастырып жатыр. Қатардағы әскери базасын жартылай жапты десек те болады. Яғни бұл өңірдегі әскерлерін әкетіп, шабуыл бола қалған жағдайда шығынды барынша төмендетуге де тырысып жатқаны байқалады. Соңғы кездегі жағдайларға қарап, ақш қалайда Иранға тағы бір мәрте соққы беруі мүмкін. Дегенмен басты қауіп 12 күндік соғыстан кейін Иран Ресей мен Қытайдан қандай қарулар әкелді деген мәселе қазір өзекті болып тұрған көрінеді. Өйткені 12 күндік соғыста үлкен опық жеген Иран кейін Ресейден және Қытайдан бір қыдыру қарулар әкелді деген сыбыс айтылды. Бірақ ол қандай қарулар әкелді, қандай типтегі қарулар екені қазірге дейін мүлде құпия болып тұр. Қазір жайтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.